Бала мұғалімнің жалған тістерін алып, оларды қайта аузына салғанын көріп қалды. Сол сәтте оның үлкен азу тістері, қасқыр тістері көрінбей қалды. Мұны көрген Диас қатты шошып, аузын жасырып, сыныпқа қарай қаша жөнелді. Мұғалім әр оқушыға дәмді шоколад таратты. Барлығы қуана-қуана ашып жей бастады. Тек Диас қана орнында қатып қалып, қозғала алмады. Ол мұғалімнің шоколадына күмәнданды. Шынында да күдігі бекер емес еді. Шоколад жеген оқушылардың көздері мелшиіп, түрлері өзгеріп, ес-түссіз, жансыз қалыпқа түсті. Диас дереу өз досына қағаз жазып беріп, жеме деп ескертті. Бірақ мұғалім бұны байқап қалды. Ол Диасты иығынан ұстап алып, шоколадты қазір жей ғой, деп бұйырды. Диас шоколадты лақтырып қоқысқа тастады. Сыныптастары оған сенбеді. Бірақ көп ұзамай басқа балалардың зомбиға айналғанын көргенде, бәрі шошып, оның сөзінің рас екеніне көз жеткізді. Сол кезде олар мұғалімнің вампир екенін түсінді. Мұғалім тағы да шоколад ұсынды. Диастың құрбысы оның назарын басқа жаққа аудару үшін сұрақ қойды. Сол сәтте екеуі сыныптан қашып шықты. Ашуға булыққан мұғалім тырнағымен үстелді тырнап сызғылады. Диас мектептің тарих кітабын ашып, онда осы вампир мұғалім туралы баяғыдан жазылғанын білді. Ол жас балалардың жан қуатын сорып, мәңгі өмір сүреді екен. Басқа балаларды құтқару үшін Диас пен достары түнде мектеп қабырғасынан асып өтіп, мұғалімнің үйіне жасырын кірді. Мұғалім перделерді ашты. Сол түні ай толған еді. Ол көзін жұмып, үлкен азу тістерін көрсетті. Сол сәтте баланың қатты айқайы мұғалімді елең еткізді. Ол іздеп сыртқа шықты. Ал Диас пен достары үйдің артқы есігінен кіріп кеткен болатын. Үйдің іші шашылып, үрейлі күйде еді. Қазанда бір түрлі бірдеңе қайнап жатты. Олар кенет аттарынан қозғалысты байқады. Бұл мектеп директоры екен, есінен танып жатқан. Дәл сол мезетте мұғалім қайта оралды. Балалар тығылып үлгерді, бірақ вампир әйел олардың иісін сезіп қалды. Ол баланы ұстап алып, ұзын тілін шығарды. Сол сәтте Диас батылдықпен алға ұмтылып, мұғалімді соғып жіберді. Кенет қоңырау соғылды. Мұғалім құлағын ұстап, ауырсына айқайлады. Балалар осы мүмкіндікті пайдаланып қашып шықты. Диас үйіне жүгіріп келді. Терезеден бір сылдыр дыбыс естілді. Терезені ашса, тұтқаның үстінде тағы да бір шоколад жатыр. Ал төменде, үйдің алдында, вампир мұғалім оған қарап мұздай көзбен күлімсіреп тұрды.